құндылықтар күні, ұлттық құндылықтар. Ал Нұрсая, сенің ойыңша ұлттық құндылықтар дегеніміз не? Менің ойымша ұлттық құндылықтар дегеніміз ол біздің еліміздің елтаңбасы және де әнұраны, және де айтып кетерлік біздің ұлттық киіміміз, өзіміздің ол таза қазақтар ойлап тапқан біздің қазақ екенімізді көрсететін оюлармен тігілген қазақи ұлттық киіміміз, және де көптеген ұлттық аспаптары бар. Оның ішінде домбыра кіреді. Домбыра бұл біз үшін өте киелі аспап. Біздің ата-бабамыз оны бұрында ойлап тапқан, сол себепті ол бұрыннан бері келе жатқан қазақтың нағыз қазақ екенін көрсететін аспап болып танылады. Сондықтан мен осы заттардың бәрін қазақи құндылық деп санаймын, біздің ұлтымыздың құндылығы. Қазақтың ұлттық аспабы домбыра. Домбыра 3 бөліктен тұрады. Басы, мойны және бет қақпағы. Дыбыс келтіру үшін біз екі құлақты пайдаланамыз. Мынау пернелері, шегі және тектен тұрады. Бұл дыбыс ойығы және түймегі.